кітап Индиана университеті Блумингтон баспасында, яғни түсінігім бойынша Орал Алтай сериясында шыққан екен. Және бірінші ол жерге кіріспе өтеді. Одан кейін фонетикасына, морфологиясына өзгерістерге тоқталады. Ең соңында барып, осы Шағатайша мәтіндер береді. Бұл да түркішеге Шағатайша ел кітабы, яғни қол кітабы, Шағатайша нұсқаулық деп Günay Қарағаш тарапынан аударылған. Орысша аудармасын мен көрмедім, қазақша аудармасы жоқ. Сонымен біз кіріспеден бастаймыз. Мен мына жерде тұрған карта, бәлкім кейбіреулерге белгілі, Юрий Брегель деген кісі бар. Соның Орта Азияның тарихи атласы деген еңбегінен алдым. Бұл жерде біз қазір 13 ғасырдағы Моңғол ұлыстарының орналасу картасын көріп отырмыз. Енді осы карта бойынша біз Шағатай дәуіріне және Шағатай тіліне қатысты ақпараттарды үйреніп отырамыз. Кеттік. Мен алдында қазір ағылшынша мәтін ашық тұр. Сіз де сол жақтан қарап отырсаңыз болады. Одан кейін мен сізге осыны қазақша оқып түсіндіріп беріп отырамын. Қысқа нұсқа, түсінікті тілде. Медет, егер сұрақтарың түсінбеген жерлерім болса, Медет сұрақ қояды. Және менің ағылшынша түсінбеген, қиналған жерлерім болса, мен Медеттен көмек сұраймын. Иә, Медет? Қолымнан келгенше енді. Иә, айтпақшы таныстырды ұмытып кетіппін. Медет Садибеков, осы Анкарада Илахият факультетінің магистр мамандығын бітіріп шыққан дін ғылымдар маманы. Қазіргі таңда Назарбаев университетінде Еуразия зерттеулері бағдарламасы бола ма, Мәке? Еуразия Иә, зерттеулері иә. бағдарламасы магистрант. Олай болса кеттік. Сонымен, бұл Шағатай тілінің грамматикалық нұсқаулығы түрік тілдерінің біреуінен, ең болмағанда біреуінен дейді, ең болмағанда біреуінен хабары бар түрік тіл зерттеушілерге арналған грамматика ретінде дайындалды дейді. Енді осы түркішенің тарихи грамматикасына қызыққандарға және сол Орта Азиядағы түрік тілдерінің дамуындағы Шағатайшаның рөлін білгісі келгендерге өте маңызды дейді. Себебі қазіргі таңдағы роман тілдерінің қалыптасуында латыншаның қаншалықты рөлі болса, Шағатай тілінің де осы Орта Азиядағы қазіргі түрік тілдерінің қалыптасуына соншалықты маңызы бар. Қызық мәлімет, түркше аудармасында бұны модерн language дегенді диалект деп аударылған. Бұл енді Түркиядағы ұстаным, бір ғылыми мектептің ұстанымы. Енді түркик деп берген, бұл кейде түркиш деп беріледі. Түркик айырымына кірмейміз. Біз қазір осы курс бойынша тек қана кітапта не бар, кітап бойынша оқып отырамыз. Сонымен Шағатай тілі түркі тілдері семьясының Орта Азия тобына жатады. Бұл кәдімгі бұл күнде өзбекше мен жаңа ұйғырша осы тілге, мысалы үшін Шағатайша бәріміздің атамыз болса, ең қатты тартқаны осы өзбекше мен ұйғырша. Солардың бір атасы, негізінде әдеби тіл. Бұл о баста Шағатай тілі осы Ақсақ Темірдің дәуірінде қалыптасқан. Одан бұрын Қарахан дәуірі 13-ші ғасырдағы және одан кейінгі Хорезм дәуіріндегі өтпелі кезеңнің түрікшелерінің жалғасы әдеби тіл ретінде қалыптасқан. Және бұл жерде бізге Янош Екман Әлішер Науаидің кезінде толықтай қалыптасып, классикалық дәуіріне өткен деп айтып отыр. Енді Шағатайшаның сол кездегі маңызы өте зор болды. Ол тек қана мемлекеттердің дипломатиялық әдеби тілі ғана емес, сонымен қатар жалпы Орта Азияның өзіне ғана емес, мынау оғыз емес Россияның Еуропа бөлігіндегі оғыз емес халықтардың да әдеби тіл ретінде қолданылған деп отыр. Қазіргі, егер Науаи 15-ші ғасырда болса, мінекей көрсетіліп отыр, 19-ші ғасырға дейін қолданып келген. Кейін 19-ші ғасырда Ресей Түркістанда басып алғаннан кейін
бұл тілді сарт деп атаған, сөйтіп қолданған, сарт деп атап қолданған. Бірақ ол сарт кәдімгі өзбек диалектілердің ықпалы бар, осы шағатай әдеби тілінің жалғасы болды. Осы 1921 жылы ғана мына жерде айтып өтіпті Януш, қалалық өзбек диалекттеріне негізделген жаңа әдеби тіл енгізілді дейді. Орын ауыстырылды дейді, реплейс деген мәке. Иә, иә. Енді шағатай сөзі Мен қайдан мен аны келген? мен аны оқымағанмын, қызық екен, тоже қызық болып отыр. Шағатай сөзі қайдан келген? Шағатай сөзі Шыңғыс ханның екінші баласы Шағатайдың атауынан келеді. Шыңғыс хан 1227 жылы қайтыс болған кезде Моңғол империясын төрт ұлына бөліп берген. Ол ұлыс дейді, үлес дейді. Жалпы ұлыс пен үлес сөзі екеуі туысқан. Ұлыс негізі моңғол сөзі дейді. Үлестіріп берген кезде Шағатайға осы мына картада көріп отырылған трансакция дейді. Ол трансакция деген Мауреннахр деген сөз. Мауреннахр мына Сырдария мен Әмудария өзенінің, екі өзеннің арасы Мауреннахр деген түрікше өзен деген сөз. Және семирече дейді. Енді ол кездегі термин ғой. Бұл жерде семирече жетісу. Бүкіл батыс әдебиеті орысшадан алғаннан кейін орысшада семирече деп берілгесін. Бұл семирече деп кеткен. Бұл біз жетісу. Және кейіннен бұл жер кеңейіп, осы Жоңғария, қазіргі Шығыс Түркістан, сосын мына жақтағы Кабыл, Памир секілді Ауғанстандағы жерлерде осы Шағатай облысын картадан көріп отырмыз. Сонау Алтайға шейін төменде бүкіл Қашғар барлық жерін қамтып, қазіргі Тәжікстан, Ауғанстан, Өзбекстанның бір бөлігі сонша аумақты қамтып отыр. Қазақстанның оңтүстігі. Енді біз көбіне қазірде Алтын Орданың мерейтойы туралы бітіріп, Алтын Ордаға көп басымдық беріледі. Расымен де бізді қазақ халқын құраған қазақ хандығының негізгі тараған жер Алтын Орда болғанымен, Шағатай ұлысында өте көп ықпалы бар. Оны кейін айтып өтеміз. Қазір біз кітаптан ауытқымайық. Сонымен Шағатайдың ордасы Іле алқабында ел дейді. Іле деген мына жаққа примерно. Өйткені ол әкесін жасап кеткен ясасын, төресін, заңдарын қатты еді. Одан кейін бүкіл моңғолдар оны сыйлаушы еді. 1241-42 жылы дүние салды. Одан кейін оның ұлысы сол немересі Қарақұлағудың тұсында, немесе үлкен ұлы ма, соның тұсында кәдімгідей өз алдына бөлек бір ел бола бастады. Сөйтіп Дуа ханның тұсында кәдімгідей іргеленді. Шағатай ұрпақтарынан шыққан. Және сол кезде Шағатай елі Шағатай ұлысы деген атау алды. 1347 жылы Қазан хан өлген кезде Шағатай ұлысы екі бөлікке айырылып кетті. Біреуі осы Мауреннахр, біреуі Моғолстан. Моғолстан деген мына жақтар. Мына жерде көрсек болады. Ұлыс Шағатай деп көрсетілген. Мына жағы Моғолстан, мына жағы Мауреннахр болып. Арада біраз тартыстар өткен. Бұл жерде кітапта айтпайды. Енді мен қосымша мәлімет ретінде айтып отырмын. Алтын Орда, Үгедей хандықтары мына жақта басқалармен таласып жүрген кезде ақыры екіге бөлініп кетеді. Мына жақтағылар өздерін мынау жетісу мен шығыс түркістанда қалғандар өздерін моғол деп атай бастайды. Және кейіннен Моғолстан құрылады. 1360 жылдары Тұғырыл Темір осы Моғолстан бөлігінде біріктіруге тырысқан. Бірақ Әмір Темір бүкіл мына жақтағы тайпалардың барлығын басын біріктіріп өз үлкен мемлекет құрған кезде осы Моғолстанда Шағатай ұлысын толықтай басып алады. Ал Шағатай сөзі осы Дуа хан, 1300 жылдары өмір сүрген Дуа ханның кезеңінде ресми түрде қолданыла бастады. Бұл енді Шағатай ұлысында дейді түрік және түркіленіп кеткен көшпелі тайпалар әскери күшті құраған екен. Әскери күш сол неге сүйенген екен. Ал мынау шығыста өмір сүрген көшпелілер болса, өздеріне моғол деп атай бастаған екен. Яғни моңғол деген сөз. Бабырнамада да патша ордасының, хан ордасы негізінен төрт тіректен құрылушы еді дейді. Суит элитасы деген болсында. Мәкең көмектесе қуанам.
сипахи, райя, моғұл және шағатайлар дейді. Шағатай деген демек әскери күш қой. Э, темір әмір темір жайлы жазылған шарафетдин яздидің зафернаме кітабында де осы темірдің әскерін шағатай шерігі деп атаған екен. Византия деректерінде де осы батыс түркістандағы неге халықтар осы мына жерде көрсетілген әртүрлі шағатай атауларымен аталған. Осман деректерінде де осы шағатай сөзі кездеседі және бұл жерде барлығының сілтемесін көрсеткен қай деректен алғанын. Енді жайлап жайлап көшпелі шағатайлар одан кейін не болады? Темірлер жаулап алады. Сосын бұл жерде айта кететін бір басқалай жайт жоқ. Шағатай әулетінің үстемдігі біткеннен кейін де ол қолданыла түскен, өз атауын сақтап қалған. Ұзақ уақытқа дейін мысалы ламбериге сүйенсек, шағатай деп аталатын рулар осы қазіргі қазақ, қарақалпақ, өзбек руларының арасында да бар. Аристовтың да осы руларға қатысты еңбегінде шағатай деген атау кездеседі. Шағатай елі, шағатай хайлы, шағатай халқы 15 ғасырда осы Темір империясындағы түркі халықтарына қарата айтылған дейді. Енді біз бұл жерде қызық дерек береді. Мұхаммед Салихтың Шайбанисында осы жерде Шайбани ханның бір сөзі берілген. Білки мен баршаға мүшфиқ тұрмын, барша ел бірлі муафық тұрмын. Шағатай ел мені өзбек демесін, бейхуда фикір қылып қам жемесін дейді. Темір несі ыдыраған кезде солтүстіктен осы өзбек қазақ әбілқайыр хандығы кезеңінде әбілқайырдың ұрпағы мұхаммед шайбани осы темір мемлекеттеріне шабуыл жасайды ғой мына жақтарға. Сол кезде басып алған кезде жоғарыдағы тайпалар өзбек тайпалары деген 92 баулы өзбек дейді. Ал төмендегі темірдің халқы шағатай халқы дейді. Мысалы науаидың да еңбектерінде кездеседі, бұны да айтады қазір Януш Екман. Сол кезде мұхаммед айтып отыр дейді, мені өзбек демеңдер, уайымдамаңдар деген сияқты, шететпеңдер деген сияқты. Енді мен де өздеріңмен бірмін деген сияқты. Сонда мына әмір темірге қараған халық шағатай деген атау иеленген екен. мына Кейін жерде несі бар? мына жерде бека бір тарихшы немесе бір орта ғасырдан бір зерттеген бір мәдениеттанушы болмаса қиын екен, этнолог болмаса. Өйткені мысалы алтын орданың кезінде, алғашқы ортаңғы кезеңдерінде мысалы өзбек деген нәрсені мұсылман деп түсінген. Біз мысалы сондай бір кәннәге оқыдық, типа. Енді мына жақта көріп отырсың ғой, ол шайбанизм кезеңінде өзбек деген уже ол жаңа сен айтқандармен, ол кездегі өзбек деген бір бөлек, мына жақтағы өйткені өзбек деген бір бөлек. өйткені Оның барлығы өте жақсы ескертіп қызық кеттім. екен. Медет өзбек хан кезеңі кезінде алтын орданың ең көркейген шақтарда мына жақтарда болды ғой алтын орданың орталығы. Осы Уақытым жатқан жақтағы жоқ па өзбек бека? қанша болды уақыт? Білмеймін, жаңа бір уведомление келді өйдем. Біз қазір мына тез кіріспен аяқтаймыз. Сонымен бабыр тағы науаидың еңбегінде кездеседі. Мысалы айтады, осы шағатай халқы деген атауды қолданған дейді. Түркі ұлысы шағатай халқы деген. Сосын ал тіл шағатай тілі деп аталған дейді. Осы түрік халықтары арасында қолданылған. Негізі о баста бүкіл шағатай елінде қолданылған деп келгенімен, негізі ақсақ темірдің дәуірінде және одан кейін әдеби тіл халіне келген. Сол кездегі ғалымдарды қарасақ, 14, 15, 16 ғасырдағы ғалым деппін ғой, кітап жазған адамдарды қарасақ, ешбірінде шағатайша деген жоқ көбіне. Мейлінше түрік тілі, түрік альфазы, түркі тілі, түрікше тіл деп берген. Тек қана науаида ғана шағатай лавзы деген бар. Оны да осы Өйткені мен бұл осы жерде андай ғой, мысалы бұл бір хандық халық сияқты болып тұр ғой. Мысалы қазақ, мысалы бізде сондай болып тұр ғой. Хандық құрып қазақ иә деген халық бір аумаққа, этникалық топтың уже тілі деген секілді. Бірақ негізі сөйлеп жатқан тілдері түркі ғой ол негізі. иә жаңағы. өйткені
Бұл жерде Науаиді әдейі айтып отыр, өйткені өз дәуірінің тілі, әдеби тілі шағатай тілі деп көрсетіп отыр. Ал мысалы М, Әбілғазы Баһадүр ханның кітабына қарасақ, ол жерде шәжәрә түркте былай дейді: мен осы араб парсы араласып кеткен шағатайшаны қолданбадым. 5 жасар бала түсінетіндей түркше жаздым дейді да. Өте түсінікті м. тілде болсын деп. Ойбой, онда 5 жасар бала. Яғни бұл жерде шағатай деп сол әдеби бұзылған бір тілді айтып отыр ғой. М, Кейін е, Саңлақ деген қызық. сөздік жазған Мырза Мефтидің кітабында да лұғат түрк және лұғаты шағатай, шағатай лұғаты деген сөздер бар. Ол да өзінің сөздігінде дереккөз ретінде шағатай дәуірінің ақындарын қолданған. Және кейбір еңбектерде науаи тілі деген де атау бар. М, Бақиды мына жерде міне.